Сәлеметсіз бе? Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз көліктің суыту жүйесі туралы сәл кішкене сөйлесетін боламыз. Мінекейіңіз. Көліктің суыту жүйесі бұл мотордың қызуын азайтатын, бір деңгейде ұстайтын жүйе. Ұстау үшін жасалған жүйе. Бұл судан құралады. Судың ішінде су антифриз деген радиатордың ішінде жүреді. Сол патрубтар арқылы моторға кетеді. Ең маңыздысы бұл осы суыту жүйесінде бұл антифриздың деңгейін және тазалығын үнемі тексеру. Яғни моторымыз қызғанда судың физикалық қасиеті бар. Ол сәл кішкене көлемінде өседі. Сол үшін осы радиатордағы су қызғанса, қызып тұр. Қолмен ұстай алмайсың. 90 градусқа дейін барды. 86 негізде. Осы су, артық су, мына клапан арқылы қапшық дейді оны. Ішінде екі клапан бар. Біреуі сыртқа шығарады, артығын қызып тұрғанда сыртқа кетеді. Мына антифриздың артығын жинайтын бачокқа барады. Осы бачок арқылы сіздер тексересіздер су деңгейін және сапалығын. Яғни су деңгейіне. Некен, мен моторым қызып тұр. 86 градус жұмыс температурасы. Деңгейім қазір міне фулда тұр. Екі деңгейі бар. Міне көріп тұрсаңыздар. Low, міне L деп тұр. L, low, және сызықша. Және міне сызықша full деп тұр. Full дегеніміз бұл толық, low, азғана. Мен өзім моторым суып тұрғанда деңгейін ортасына апарамын. Яғни міне көріңіз ғой, мен сызықша өзіме шертіп қойғам да жеріме. Осы жерге дейін апарам. Бұл қалай тәжірибе арқылы келгем осындай деңгейіне. Мотор қызып тұрғанда, сіз осы жерге суып тұрғанда осы жерге дейін апарсаңыз, онда қызғанда фулға дейін барады менде. Қазір ауа райымыз сондай ыстық болып тұрған жоқ. Сондықтан міне фулда тұр. Бір 40 градусқа дейін барғанда ауа температурасы. Онда ауа райы, күнделікті ауа райымыз, сырттағы күн ауа райымыздың температурасы 35-тен асқанда, онда сәл кішкене мына жерге дейін барады мен. Қызып тұрғанда судың мөлшері осы жерге дейін барады. Қазір міне салқын күніміз, бұлттанып тұр күн. Сондықтан міне бұл мен үшін норма болып есептеледі. Ал суыған кезінде мына жерге дейін барады менде. Неге мен суыған кезінде фулға дейін апармаймын? Себебі фулға дейін апарсам, яғни толтырып мына жерге дейін. Онда мотор қызған соң мүмкін артық суым кетіп қалу мүмкін. Мына жерде кетіп қалады. Мына жерде екі трубкасы бар. Бұл біреуі міне артық су барады бачаққа. Сол трубка арқылы мына жерде екі клапан суығанда радиаторымыз осы бачоктан суды алып алады, сорып алады. Ал мына жерде тағы да бір бар. Трубка бұл артық су кетіп қалса, ол жай сыртқа кетеді. Сол сыртқа кетпеу үшін мынаның деңгейі қызып тұрғанда осы мына жерге дейін болмау керек деген ғой. Судың бәрі бачоктың ішінде болу керек. Сондықтан міне мен апарам фулға дейін қызып тұрғанда бәрі жақсы мен үшін. Сіздерге де ұсынысым, ақылым, бачоктағы суды үнемі моторыңыз суып тұрғанда ортада ұстап тұрыңыз. Сосын қызғанда моторды ашып қарайсыз. Фулда болса осылай мен секілді міне көріп тұрсыз ба? Дұрыс көрінбейді. Қызыл ғой менің антифриздың түсім. Міне сәл маған жақсы көріп тұр. Сіздерге енді
сеніңіздер, менің деңгейім қазір судың деңгейі міне фулда тұр. Көріне ме? Дұрыс көрінбейді. Не, сәл кішкене көрініп тұр камераға. Мына жер қызылдау, мына жер аппақ. Сондықтан анда-санда мына қапшық қазір ашпаймын, ашуға болмайды. Бірақ сондай ыстық емес бәрібірде. Мына бачокты ашасыз да, қапшығын ашасыз да, сосын судың тазалығын қарайсыздар. Ол мөп-мөлдір таза болып тұру керек. Егерде қоқсықтар немесе бір кішкене қоюланданса, қою болып түсін өзгерте бастаса, онда судың сапасы нашарланды, ауыстырған жөн деген сөз. Әдетте 100 мың жүрген соң антифризімізді ауыстырған жөн. Бірақ та ақылым, қазір дұрыс антифризде жоқ. Сондықтан антифризіміз бәрі жақсы болып тұрса, таза болса, мөп-мөлді, ешқандай қоқсықтар жоқ болса, сұйық бәрі жақсы болып тұрса, онда ауыстырып қажет емес. Сол 100 мың жүрсе, былай байқап отырыңыз, бірақ та 100 мыңнан кейін әсіресе байқаңыз. Егерде кейбір өзгерістер бар болса, онда ауыстыра қойыңыздар. Мына қапшықты, оның да істейтін деңгейі бар, уақыты бар, мерзімі. Өте маңызды, көрдіңіз ғой, бұл қапшық. Оны 10 жылда бір рет ауыстырған жөн. Сосын сатып алғанда оригиналын алыңыз. Ешқандай Қытайдікін емес, өзіңізге, мәшинеңізге сай келетін оригиналыңыз. Әртүрлі деңгейлі бар. 108 килопаскаль қысымға арналған. Немесе 1,1 бар деген сөз. Немесе бармен, немесе паскальмен. Бұл қысымның 2 деңгейі жазылған. 2 деңгей емес, 2 түрі. Бір қысымның 2 түрінде жазылған мөлшері. Қай мөлшерге бұл қапшық арналған. Бұл өзінің зауыттан келген қапшығы. Сол, айтарым, бұл қапшықтың маңыздығы өте жоғары. Бұл қапшықтың міндеті мына жүйемізде осы қысымды ұстап отыру. Қысым жоқ болса, онда моторымыз қызып кетеді. Осы қысым арқылы ғана мотордың суыту жүйесі 120 градусқа дейін ыстықты ұстай алады. Егерде қапшық дұрыс істемесе, онда моторымыз тез қызып кетеді. Және де ол артығын бұның жай тек қана қысымды ұстап отыру емес, бұл осы қысымды ұстап отырып, ол реттеп отырады. Артығын лақтырады, артық суды. Мен айттым ғой алдында, су әдетте қызған соң көлемі өсе бастайды, суыған соң жинала бастайды. Сонда қызған сайын артығын лақтырады осы бачокқа. Сосын моторымызды өшіргенде бұл жинап алады қайтадан. Осы айтарым сіздерге. Өте маңызды. Аман жүріңіздер. Сіздерге осы бейне пайдалы болса, онда бейнеге лайк қойыңыздар, каналға жазылыңыздар, бейне астына пікір жазыңыздар. Жаратқан ие сіздерге риза болсын, және күндеріңіз керемет өтсін.